Қайырлы күн. Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін сіздермен өтетін сабағымыз жұлдыздар мен аңыздар. Сабағымыздың мақсаты: мәтіндегі орфографиялық қателерді сөздікке сүйене отырып түзету, редакциялау. Күтілетін нәтиже: тыңдалым мәтіні бойынша сұрақтар құра білуге қалыптасады, сөздерді орфографиялық нормаға сай жазады, өзінің жаңа біліміне баға береді. Әдеттегідей, қайталау білім анасы ретінде өткен сабақтан алған теориялық білімдеріңді тексеру мақсатында бірнеше сұрақтар қойып өтсем. Сан есім көмекші сөздер тобына жатады. Сан есімнің мағыналық түрлері 7-ге бөлінеді. Сан есім құрамына қарай дара күрделі болып бөлінеді. Бірінші деген сан есім туынды сан есім. Сан есімнің тұлғалық түрлері негізгі туынды сан есімдер. Осы сұрақтың дұрыс, бұрыс екендігіне көз жеткізейік. Өзіңді тексер. Бірінші сұрақ дұрыс, екінші сұрақ бұрыс. Сан есім құрамына қарай дара күрделі болып бөлінеді. Дұрыс. Бірінші деген сан есім туынды сан есім. Дұрыс. Сан есімнің тұлғалық түрлері негізгі туынды сан есімдер болып бөлінеді. Әрине, бұл сұрақта дұрыс. Бізде бір ғана бұрыс сұрақ бар екен. Ол сан есімнің мағыналық түрлері 7-ге бөлінеді. Жауабы: сан есімнің мағыналық түрлерін 6-ға бөлінеді. Біз өткен сабақтарда меңгерген болатынбыз. Есептік, реттік, жинақтық, топтау, бөлшектік, болжалдық деп бөлінеді, балалар. Ой түрткі ретінде оқулықтағы бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Яғни сұрақтарға жауап беріңіздер. Қандай жұлдыздардың аттарын білесің? Жұлдыздарға байланысты аңыздарға сенесің бе? Неге? Жұлдыздарға қатысты қандай аңыздарды білесің? Аспан әлемі сені қызықтыра ма? Жұлдыз жорамалға сенесің бе? Қазақ халқы аспанға қарап ауа райын қалай болжаған? Бұл танымдық сұрақтар болатын, балалар. Келесі тыңдалым, яғни мәтінді мұқият тыңда. 5-6 сабақ. Жұлдыздар мен аңыздар. 2-ші тапсырма. Жиегі жермен астасып, төбесі көкке тірелген бізді қоршаған әлемнің жоғары бөлігі аспан күмбез деп аталады. Ол бақылаушыға киіз үйдің төбесі болып көрінетін күмбез тәрізді әсер қалдырады. Күн, ай, жұлдыздар сияқты аспан шырақтары бізден өте қашықта орналасқан. Ал олардың бір-бірінен арақашықтығының айырмашылығы бізге беймәлім. Сондықтан олар аспан күмбезінде қатарласа орналасқандай әсер береді. Ашық далада аспан көсіліп жатқандай көрінеді. Яғни күмбездің төбесіне қарағанда оның іргесі қашықта тұрғандай сезіледі. Ауа қабаты көгілдір. Көк күлгін сәулелерді күштірек шашырататындықтан аспан күмбезі көк түсті болып келеді. Сол күмбезге ойлана көз тіккен бабаларымыз аспан аңыздарын тудырған. Халық ұғымындағы аспан аңыздар дегеніміз жұлдыздардың кейбір ерекше қасиеттері мен таңғажайып көріністерін бейнелейтін халық аңыздарының бір түрі. Қазақтың аспан аңыздарына тән басты ерекшелік шынайы аспан құбылыстарын шығармашылықпен, көркемдікпен, адам өмірмен салыстыра отырып дәл бейнелеуі. Бұл аңыздардың басым көпшілігі адамдардың күнделікті өміріне етене жақын. Балалар, мәтінді мұқият тыңдаған болсақ, оқулықтағы 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Қолдану жазылым тапсырмасы. Тыңдаған мәтін бойынша 3 сұрақ құрап жаз. Аспан әлемінің басты ерекшелігі неде? Күмбездің төбесі неге ұқсайды? Аспан күмбезінің түсі қандай? Қолдану тапсырмасы. Оқылым, жазылым. Мақал сөздің мәйегі,
берілген мақал-мәтелдерді оқып, қарамен берілген сөздерге орфографиялық нормаға сай жаз. Үйінде ұл-қызы бардың, көгінде сөнбес жұлдызы бар, жеті қарақшыны таныған адам жеті қараңғы түнде адаспайды. Үркерлі айдың бәрі қыс, сүмбіле туса, су суиды. Балалар, осы мақал-мәтелдердегі қарамен жазылған сөздерге ерекше назар аударайықшы. Талдау, өзіңді тексер. Бірінші бағанда орфоэпиялық нормасы, екінші бағанда орфографиялық нормасы берілген. Дәптеріңе түртіп алғаның абзал. Бүгінгі сабағымыздың оқу тапсырмасы. Оқулықтың 160 бетіндегі мәтінді мәнерлеп оқып, аспан денелеріне байланысты тыйым сөздер жазып келу. Бүгінгі сабағымызға рефлексия жасайтын болсақ, тақырып бойынша алған керекті ақпаратты чемоданға салыңыз. Сабақтағы керек емес артық дүниені қоқыс жәшігіне салыңыз. Бүгінгі ақпараттың ішінде әлі оқуым керек, толықтыруым керек дегені болса, ет тартқышқа салғаныңыз абзал. Осы сұрақ төңірегінде сабақтарға байланысты сұрақтарыңызды төмендегі байланыс құралдарына жолдауларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет. Біз сіздермен біргеміз.